Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге баклажаннан жасалатын оңай әрі тез дайын болатын салат жасаймыз. Бізге керегі баклажан, тәтті бұрышымыз, петрушка, сосын қызанағымыз керек болады. Видеодағыдай баклажанымызды тураймыз. Қатты қалыңдай емес, қатты чұқадай емес. Осылай барлығын баклажандарымызды турап дайындап алған соң, тұзымызды сеуіп, кішкене сұйық май құйып, қызып тұрған табамызды майлаймыз және духовкада 180 градуста пісіріп аламыз. Баклажандарымыз пісеміз дегенше помидорымызды, персімізді турап дайындап аламыз. Помидорымызды екіге бөліп, тәтті бұрышымызды осы видеодағыдай турап, ақ желкенімізді турап дайындап, барлығын бір ыдысқа саламыз. Мінекей баялдымызда пісті. Суытып алған соң ыдысымызға салып, соевый соус 2 ас қасық қостым. Ащы болсын десеңіз, осындай перец соус қосамыз және сарымсағымызды турап қосамыз. Мінекей достар, тез әрі оңай дайындалатын салатымыз дайын. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеоны өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар.